Бәріне сәлем, Керек арнасының көрермендері. Терінің қартаюын тездететін 7 зиянды әдетті білесіз бе? Әлемдегі кез келген әйел әрқашан әдемі, әрі жас болып қала бергісі келеді. Жас болудың көптеген жолдары бар, бірақ ерте қартаюды тудыруы мүмкін әдеттерді анықтаудан бастау керек. Ең алдымен алкоголь. Бірінші жаман әдет алкогольді шамадан тыс тұтыну. Алкоголь ең алдымен диуретик ретінде әрекет етеді. Сондықтан ол сіздің денеңізді құрғатады. Сусыздандыру кезінде терінің икемділігі жоғалады. Қызаруы мен қабынуы пайда болуы мүмкін. Әжімдер көбейеді. Алкоголь ішкі ағзаларға да кері әсер етеді. Мысалы, алкогольді көп қолданған кезде бауыр мен бүйрек ауырады. Бұл дененің өзін-өзі тазарта алмайтындығына алып келуі мүмкін. Күшті алкогольдік сусындар әсіресе әйелдер денсаулығы үшін өте қауіпті. Күн сәулесінен қорғануға немқұрайлы қарау. Көбінесе әйелдер тек жағажайға барған кезде ғана күннен қорғайтын кремді қолданады. Күйген дене әдемі көрінеді, бірақ теріңізге зиян тигізетінін және қартаю процесін жылдамдататынын ұмытпаңыз. Бұл қатерлі ісіктің пайда болу қаупін арттырып қана қоймай, қан тамырлары мен тері жасушаларының әлсіреуіне әкеледі. Темекі шегу өкпенің, бүйректің және жүректің денсаулығына зиян тигізіп қана қоймайды. Сонымен қатар, ерте қартаюды тудыруы мүмкін. Себебі темекі шегу серпімді теріні бұзатыны белгілі. Бұның бәріне қосымша темекі шегу әжімдердің санын көбейтеді, теріні бозартады. Дұрыс отырып тұрмау. Сіз отырсаңыз да, жүрсеңіз де нашар қалыпта отыру омыртқаға байланысты түрлі қауіпті аурулардың дамуына әкелуі мүмкін. Нашар қалыпта сіздің бұлшықеттеріңіз бен буындарыңыз бірінші кезекте зардап шегеді. Олар тезірек тозады. Бұл дененің ерте қартаюына әкеледі. Таза су ішіңіз. Көптеген таза су ішіңіз. Мысалы, оянғаннан кейін бірден 1 стакан су ішіп алыңыз. Бұл ұйқыдан кейін сұйықтық тепе-теңдігін қалпына келтіруге көмектеседі. Егер сіз суды тамақтанудан 20 минут бұрын ішсеңіз, онда бұл салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Нашар тамақтану. Біздің ағзамызға қандай да бір жолмен енген кез келген тамақ оған әсер етеді. Мысалы, сіз үнемі фастфуд, қуырылған тағамдар мен қарапайым көмірсулар жесеңіз, бұл салмақтың өсуіне және терінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Теріні жасартуға арналған ең жақсы өнімдер әсіресе скумбрия мен лосось, жаңа піскен жемістер мен көкөністер, жаңғақтар, ақуыз және күрделі көмірсулар. Бөлмедегі жоғары температура. Суық мезгілде біз бөлмені жылы әрі жайлы ету үшін жылытқышты қосамыз. Өкінішке орай бұл ауадан ылғалдың төмендеуіне әкелуі мүмкін. Нәтижесінде теріңіз ауырып, құрғауы мүмкін. Бұл ерте қартаюды тудырады. Денсаулығыңыз мықты болып, әрдайым жас қалпыңызда жүріңіз.